Өмірде бір сүйікті ісімізді бастар алдын үнемі бір нәрсе тоқтатады. Ол жұрт не дейді деген шектеулер. Бізді тоқтататын себептің бірі көпшіліктің ойы, пікірі. Бірақ Құранда көпшілік туралы 18 жерде айтылған. Соларға тоқталсақ, біріншісі, көбі иман келтірмейді. Көбі шүкір етпейді. Расында адамдардың көбі ақылға салып ойланбайды. Алайда олардың көбі білмейді. Анығында олардың көпшілігі негізсіз құрғақ ой мен болжамның ғана жетегінде жүреді. Шынында адамдардың көбі біздің аяттарымыздан бейхабар. Олардың көбі Аллаға серік қоспай иман етпейді. Алайда олардың көбі бұл ақиқатты білмейді. Олардың басым көпшілігі жақсылықты түсінбейтін рахметі жоқ адамдар. Алайда олардың басым көпшілігі бәрібір ақиқаттан сырт айналып күпірлікте табандауда. Алайда олардың көбі бұған сенбейді. Алайда олардың көбі одан сырт айналуда, әрі оған мүлдем құлақ аспауда. Анығында біз сендерге ақиқатты әкелген едік, алайда басым көпшілігің ақиқатты жақтырмадыңдар. Халифа Омар бір күні бір кісінің «Уа Алла тағалам, мені сол аздардың қатарынан ете гөр» деген дұғасын естіп қалады. Сөйтіп Омар айтады, бұндай дұға бола ма дейді. Әрине, деп Саба сүресінің 13 аятын оқиды. Құлдарымның арасында лайықты түрде шүкіршілік ететіндер неткен аз еді, деп аятты оқиды. Мен осы аяттағыдай аздардың қатарынан болғым келеді дейді. Сондықтан, құрметті оқырмандар, кез келген сүйікті ісіңізбен айналыспас бұрын сіздерге көпшіліктің пікірі, ойы, кедергі болып жатса, шектеу болып жатса, осы аяттарды естеріңізге түсіріңіздер. Бастысы адамдарға пайдалы, халал істермен айналысыңыздар. Сіздермен бірге болған Иман 100% арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.